бізге ана, әйел болуды кім үйретеді? Дәл осыны біздің Қазақстан бойынша және де мен болған мемлекет Питер бойынша салыстырсақ. Қазақстанда бізде пока біз баланы босанып, толғақтың бүкіл ауыртпалығын сезініп, одан кейін баламызды иіскеп, оказывается біздің баламыз басқалардан қарап тәтті екен ғой деп, соны көріп, барып оны жылаған кезде, емізген кезде барып сезінген кезде ананы уже кеш болатынын түсінбей қаламыз. И бізде уақытылы алдын ала дайындықпен дәрі витаминдерімізді ішу, күтім жасау, сосын босанғаннан кейін күтім туралы біз ұмытып кетеміз. Бізде мынандай нәрсе бар. Бәрі туып жатыр солай. Мен нормальный ақ тудым ғой біріншісін. Дұрыс. Сіз әдемі тудыңыз біріншісін. Екіншісін, бірақ үшіншісін ешкім айтпайды ғой олай. Себебі сіздің гаражыңыздағы бүкіл дәрумен таусылды. Бұл бір. Екіншін айтыңызшы, менің 12 мүшем мүлдем ауырмайды деп. Мүмкін емес. Дәл осы Питерде қалай болды? Мен болған Санкт-Петербург елінде, ол жақта орыстарда, былай айтқанда, бала өте құнды нәрсе. Біз бриллиант кәдімгідей жуып, сақтап, бірдеңені ішіне салып әдемілеп қойсақ, тура бала оларда сондай. Балаға дайындық ретінде 1 жыл алдын келіп дайындалады, бүкіл гормон анализдерін тексереді,